Ресей мен Қытайдың арасында соғыс болды ма бұрын соңды? Әрине болды. Бір емес, бірнеше рет Ресей мен Қытайдың мүдделері бір-біріне қарама-қарсы келіп қалған болатын. Көріп тұрғандарыңыздай, мына картада Ресейдің шығысқа қарай басқыншылық жорықтары, яғни отарлау саясатының жүріп жатқанын көрсетеді. Қараңыздар, былай көрсетейін сіздерге. Мысалы, бұның алдында қандай еді? Сібірді жауламай тұрып Ресейдің шекарасы қандай еді? Қараңыздар, қысқара берді Ресейдің шекарасы. Көріп тұрсыздар ғой. Мынау 1579 жылдар. Сібір мемлекеті бар бұл кезде. Қазақтар ордасының билеушісі бұл кезде Хақназар хан. 1579 жыл. Ал Ресейдің билеушісі бұл кезде Иван Грозный, төртінші Иван яғни. Ноғайлар да бар бұл кезде. Мына кең аумақтар, яғни Сібір жері бос жатқан кеңістіктің бір деп айтуымызға болады, бірақ бұл жердің өзінің халқы мекендеп жатты. Яғни Саха халқы, буряттар, моңғолдар, тағы да басқа осы қиыр шығысты мекендейтін халықтар шағын ғана тайпалық бірлестіктер ретінде өмір сүріп жатты. Әрине, дамыған қоғаммен салыстырғанда, Ресеймен салыстырғанда, Қытайдағы халықтармен салыстырғанда, әрине бұл жақта әлі тайпалық бірлестіктер, рулық бірлестіктер өмір сүріп жатқан болатын. Енді Ресей Сібірді бағындырғаннан кейін бірден Қытаймен қақтығысқа түсті. Бірақ ол кезде Қытайдың өзі емес, Манчжурлар империясы, былайша айтқанда Цин империясы. Қараңыздар, қазір мен картаны жылды көбейтемін. 1579 жыл, бұл 1589 жылы Ресейдің шекарасы ойраттардың үстіне жетіп келді. Біздің солтүстік территориямыз былайша айтқанда қоршап алды. 1599 жылы Ресей Сібірдің біршама жерін, батыс Сібір жерін толықтай дерлік өзінің бақылауын орнатып үлгерді. Бірақ бұл кезде Қытайда Мин империясы өмір сүріп жатқан еді. Бірақ Мин империясы өзінің құлдырау кезеңіне аяқ басқан болатын бұл кездері. 1609 жылы Ресей, көріп тұрсыздар, батыс Сібірді игерді. Бірақ 1609 жылдары Ресейдің билігінде, қалай айтуға болады, Романовтар әулетінің билік басына келуі, сонымен қатар Ресейдегі азамат соғысы, Речь Посполита дейді ғой, Литва мен Польша корольдіктерінің біріккен мемлекеті Речь Посполита. Осы мемлекеттің Швецияның Ресейге басып кіріп, тіпті Мәскеуді басып алуы, қазір мына жерден көрсетуге де болады. Қараңыздар, Речь Посполита уже басып алып жатыр. Поляктар ғой, енді былайша айтқанда, поляктар, литвалықтар. Қазір тіпті бұлар, қараңыздар, қазір 1599, қараңыздар, мынау Речь Посполитаның территориясы, мынау Ресейдің территориясы. Бұл жерде тек үлкен деп ойлағандарыңызбен, Ресейдің тек батыс бөлігінде ғана халық тығыз қоныстанды және қалалар көп. Қараңыздар, Муром, Пенза, Ока, Тамбов, көріп тұрсыздар, Курск жерлері, Смоленск жерлері, Москва деген сияқты барлығы осы тек батыс өңірде ғана. Москва тұр, Можайск тұр, Вязьма деген сияқты. Мынау Речь Посполита, бұларда халық тығыз қоныстанған және қалалар өте көп. Сол дәуірдегі ең мықты мемлекеттердің бірі. Сигизмунд III Васа дейтін билеуші билеп тұрған болатын. Бұл кездері Речь Посполита елін өте мықты мемлекет, Европадағы, шығыс Европадағы ең қуатты мемлекет саналады. Қараңыздар, енді 1601 жылға қоям. 1601 жылы шведтер уже басып алды. Шведтер мен Речь Посполита арасында соғыс басталған болатын. Сонымен қатар шведтер мен Ресейдің де арасында соғыс болады, кейіннен әрине. Міне, мынау Речь Посполитаның қазір территориясының үлкеюі басталады. Міне, қараңыздар, Мәскеуді жаулап алды. Именно Мәскеу жаулап алды. Көріп тұрсам, мынау Ресей, мынау Речь Посполитаның захвачен Речь Посполита деп тұр, көріп тұрсыздар. Міне, Москваны, Можайск, Калуга, Коломна жерлерін жаулап алды. Осы кезде Ресейде бұл жерде Дмитрийлер пайда болады, яғни жалған Дмитрийлер пайда болып, өзін 4-ші Иванның мұрагері деп атайды. Осылайша былайша айтқанда Ресейде хаос болып жатты. Енді Ресей бұл хаостан құтылды, одан әрі даму жолына түсті. Бізде бұл кезде Қазақ хандығының билігінде Есім хан отырған болатын. Енді Ресей солтүстік өзінің батыстағы территориясына
Речь Посполита әскерін елден қуып шыққаннан кейін көріп тұрсыздар ғой, мына жерлерде жаулап алды уже. Қараңыздар, жаңа тек қана Москва, соның төңірегіне Можайск сияқты жерлер жаулап алып еді ғой. Көріп тұрсыздар ғой. Енді қараңыздар, мына жерлердің барлығын жаулап алады қазір. Мына қараңыздар, шведтер мына жақтан басып келді. Ресей билігі бұл кезде қатты әлсіреп жатқан болатын. Бірақ олар былайша айтқанда бұл қиындықтан өте алды. Билік басына Ресейде енді Романовтар әулеті келді. Көріп тұрсыздар ғой. Романовтар әулеті басталды. Бұл 1917 жылға дейін, яғни Николай II билігінің тұсына дейін өмір сүреді. Бірақ осыған қарамастан шығыстағы иеліктерін кеңейте берді. 1618-1619 жылдардағы Ресейдің территориясы мына шығысқа қарай одан сайын дендеп еніп бара жатыр. 29 10 жылдықтар бойынша жылжытып отырайын картаны. Мына 39 жылғы жағдай, 1639 жылғы жағдай. Ресей уже мына Манчжурия жеріне келді. Бір қызығы осы жерде Цин империясы енді ғана құрылып, Манчжурия. Мына Мин империясымен шайқасты бастайтын тұста мына жақтан солтүстіктен Ресей мемлекеті жетіп келді. Екі болашақ империя арасында қақтығыс осы жерлерден басталды. Шамамен 1649 жылдан, мынау 1639 жылғы жағдай. Енді 10 жылдан кейін Ресей әскері, былайша айтқанда Ресейдің первопроходцы дейді ғой, Хабаров сияқты саяхатшылар осы жерге, мына кең байтақ Сібір жерін, Мәскеуден бастап Сібір, батыс Сібір жеріне келеді. Яғни Көшім хан билеген жерлерге, Искер қаласы, Сургут қаласы дейміз, Сургут аймақтары. Одан әрі жылжып Байкал бойына келеді. Міне Байкал көлін көріп тұрсыздар ғой. Байкал көліне келеді. Байкал көлінің маңында шамамен олар ең алғаш рет моңғол тайпаларымен қақтығысқа түседі. Ол туралы бөлек тарихта айтатын боламын. Bir кездері Шыңғыс хан барып Қалқа өзенінің маңында, білесіздер, Қалқа өзенінің маңында мына аймақтарда Сүбедей мен Жебенің әскерлері Ресей Киев Русының, былайша айтқанда Рус әскерінің тасталғанын шығарса, арада қаншама жүздеген жылдар өткеннен кейін Ресей әскері моңғолдардың өз үстінде пайда болып тұр. Мына жақта манчжурлар әлі Мин империясымен соғыс бастамаған, тек манчжурлар мына солтүстіктегі тайпалардың, шағын тайпалардың басын біріктіріп, бір мемлекеттің төңірегіне біріктірген болатын. Бұл кезде Нұрхатси дейтін билеушісі манчжурлардың тайпалардың басын біріктіріп, күшті мемлекеттің негізін қалап жатқан болатын. Ал мына жақта Ресейдің первопроходцылары жетіп келген болатын Сібір арқылы. Енді 1649 жылға қоям. 1649 жыл міне Цин әскері уже Қытайдың жартысынан көбін басып алды. Почти айтқанда Мин империясы тек оңтүстік Мин империясы ғана өмір сүрді. Бұл жерде құлдырап жатыр. Кейіннен Мин империясының соңғы билеушісі Берма жеріне қашады, кейіннен оны ұстап алып өлтіреді. Соңғы император Миннің. Енді Цин әскері осы жерді 1649-ға қойдым. Мына жақта өзі Қытаймен алысып жатыр. Өзі шағын ғана тайпа ғой мына жақта өмір сүріп жатқан. Бірақ солтүстіктен уже Ресей әскері келіп қалды бұл кезде. Енді Ресей әскері келіп қалды дегенде сондай айтатындай бір үлкен мыңдаған, 100 мыңдаған әскер емес. 100 әскер, 1000 әскер, 500 әскер, 600 әскер қазір тарих айтқан кезде сондай ғана әскер Цин әскерінің тасталғанын шығарып отырады бірнеше шайқаста. Өйткені орыстар өте аз болды, бұл аймақтарда енді ғана қоныстанып жатыр. Мына аймақтар, мына жерлер тіпті әлі бағындырылмаған, көріп тұрсыздар ғой. Мына аймақтар әлі бағындырылмаған, былай тұрсын, мына аймақтардың өзі әлсіз, енді ғана келіп жатыр Ресей әскері, әлі орнықпаған түгелімен. Сонымен 1661 жылы Қытайдың Фулин дейтін Цин империясының билеушісі 22 жаста өмірден өтеді. Таққа оның 7 жасар Канси дейтін ұлы келеді. Ол Канси дейтін билеуші елді 61 жыл бойы басқарады. Елді өмірінің соңына дейін басқарады. Назарбаев елді қанша жыл басқарды шамамен Қазақстанды? Шамамен 30 жылға жуық басқарды ғой. Бұл император Қытай елін, яғни Цин империясын Канси 1661 жылдан бастап 1722 жылға дейін елді 61 жыл бойы билеген болатын. Осы императордың тұсында Петр патшамен алғашқы қақтығыс басталады. Қызық тарих, былайша айтқанда өзіме қызық. Өйткені Цин империясы мына жақта қанат жайып жатыр шығыста, сол кезде Ресей әскері солтүстіктен келіп қалды. Күштері тең деп айтуымызға болады ол кездері.
Сонымен канцийдің дәуірі жалпы цинь империясының жұлдызы жарқыраған алтын дәуір деп аталады. Яғни 61 жыл билік еткенімен бұл дәуір ең мықты дәуір деп айтылады цинь тарихындағы. 1649, мынау 1649 жылғы жағдай. Мынау 1649 жылғы жағдай. Цинь мына жерде, Ресей мына жерде. Бірақ мынау Ресей территориясы үлкен болғанымен ойламаңыздар, бұл жердің барлығы мықты дамып кеткен деп. Күні бүгінге дейін 21 ғасырда өмір сүріп отырған күннің өзінде Ресейдің бұл аймақтары, таяу шығысы болсын, қиыр шығысы болсын, әлі күнге дейін толық игерілмей келе жатыр. 21 ғасырдың өзінде, ал мынау 17-18 ғасырлардың шамасы. Сонымен 1649 жылы ең алғаш қақтығыстар басталады. Сол 1689 жылы Нерчинск бейбіт келісіміне қол қойғанға дейін жалғасады. Енді қараңыздар, 1649 жыл. Енді бұл тарихты сіздерге былай айтып берейін. Канций билік басына келеді. Қытайдың көктұрысты қазір цинь үкіметі, мына жақта қытайлар Ресей әскері әбден орнығып алып, моңғолдардың жерлерін қараңыздар. Моңғолдар кішкентай ғана жер. Чахар хандығы дейді, Халқа хандығы, сосын Жоңғар хандығы. Жалпы Моңғолия жерінде ол кездері Моңғолия үстірті дейміз, осы аумақтарда үш түрлі мықты тайпа өмір сүрді, немесе мемлекет өмір сүрді. Біріншісі Чахар хандығы, оны бірінші басып алады цинь әскері. Екінші Халқа хандығы, оны кейін басып алады. Одан кейін Жоңғар хандығы. Осы Жоңғар хандығын соңғы болып басып алады. Білесіздер, одан кейін бұл жерде Шыңжаң аймағын құрады. Ол өз алдына басқа тарих. Сонымен циньмен міне шекараласты. Ресей әскері келді, өздерінің бекіністерін орнатты. Мына Албазин жері Амур өзенінің бойында бұлар алғаш қақтығысқа түседі. Міне Амур өзендерінің маңында Албазин бекінісінде қырғын шайқастар болады осы мемлекеттердің арасында. Канций, яғни император, тақта отырған мына Қытайдың императоры Канций бұл аймақтарды қазір 1689, қазір 1679, 1689, міне қараңыздар. 1689 емес, 1688. Көріп тұрсыздар ғой, мына аймақтар жоқ еді. Мынау Ресейдің аймақтары еді бұл кездері. Енді қараңыздар, тақта отырған билеуші Канций бұл аймақтарға ресейліктердің, яғни орыстардың келгенін жақтырмады. Сондықтан бұл аймақтарды қорғап қалу үшін орыстар салған Албазин, міне Албазин бекінісі, осы Албазин бекінісіне әскерлерін жіберіп, бұл жерде қырғын шайқастар болады. Ресей үкіметі бұл кезде өзінің шығыстағы әлсіз бекіністерін цинь әскерінен, яғни мына жерде қытайлар 1000 әскер, 10.000 әскер, 100.000 әскер шығару аса қатты қиын емес қытайлар үшін ол кезде. Өйткені білесіздер, Мин империясының тұсының өзінде қытайлардың әскер саны, Мин империясы, мынау цинь империясы ғой. Оның алдындағы Мин империясының тұсында Қытай әскерінің саны, тұрақты әскерінің саны 1 миллионға жеткен. Ал халқының саны ол кездері 60 миллионнан асқан болатын. Ал цинь үкіметінің кезінде, цинь үкіметінің билігі кезінде қытайлардың саны 105 миллионнан асып кеткен болатын. Енді ойлай беріңіздер. Ресейдің мына жерде әлі асса бір 1000 әскер, 2000 әскер, 3000 әскер, бір 5-6 мың, 20 мың әскерге жетер-жетпес әскерлер ғана жүрсе, мына жақта 100 мыңдаған әскерлер жүр. Тек қана қиыр шығыстың өзінде. Сонымен Ресей үкіметі билігінде бұл кездері Петр патша билік басында отырған жоқ еді. 1689 жылы Петр 17 жасқа толғанымен билік басында әлі де София дейтін өзінің әпкесі регент ретінде тақта отырды. Мына жақты көрсетсең, қазір Ресей. Мынау Ресей. Тақта әлі күнге дейін София дейтін әпкесі отырды. Бірақ тақтың заңды мұрагері, былайша айтқанда, ер адам болу керек. Ер адам ол кездері тақта билік басында отырған болатын. Романов әулетінің мұрагерлері 5-ші Иван және 1-ші Петр. Бірақ олардың жасы, былайша айтқанда, кәмелет жасына жетпегеннен кейін олар таққа отыра алмады. Оған регент ретінде София дейтін патшайым елді басқарып тұрды. Бірақ Петрдің жасы 1689 жылдары 17-ге келгенмен София өзінің қолында биліктен айырылғысы келмейді. Сөйтеді де таққа талас басталады. Енді қараңыздар, мына жаққа енді 1687-88 жылдары Қытайлармен шайқастар жүріп жатқан болады. Мына жақта жоңғар патшалығы күшейіп жатты. Ресей мен жоңғар бірігіп кетіп циньға қарсы шығуы мүмкін еді. Өйткені цинь әскерінің билігі енді ғана мына аймақтарда
орныға бастаған болатын. Циннің өзі билікке енді келіп жатыр, өйткені оның алдында Мин империясы өмір сүрді ғой. Сондықтан Ресей үкіметі мына София Федоровна дейтін Романовтар әулетінің билеушісі София патшайым өзінің елшілігін аттандырады Қытайға. Барып бейбіт келісім жасас, барынша соғысты бейбіт түрде шешу керектігін. Өйткені мына жақта әскері әлі жеткіліксіз еді, Ресей әскері. Сондықтан Головин бастаған елшілік, сол кездегі Сібір жеріндегі билеушілердің бірі Головин бастаған елшілік Нерчинск қаласына келіп жетеді. Қазір көрсетем, Нерчинск осы жерлерде болу керек шамамен. Албазин, міне. Осы Нерчинск қаласына келеді, осы аймақтарда. Нерчинск острогы дейді, шағын ғана қалашық, сол шағын қалашыққа келіп, Ресей мен Қытайдың арасында, яғни Цин империясы мен Ресей империясының арасында бейбіт келісім жасасады 1689 жылы. Келісім бойынша орыстар Амур бойынан кері шегінуге мәжбүр болады. Міне, мынау Амурдың бойы, Амур өзені. Сюнгари, былайша айтқанда Приморье аймағы ғой. Қараңыздар қазір мына картаны. Бұл 1688 жылғы жағдай. Қараңыз, 1689-ға қоямын мен. Міне, Цин әскері мына жерлерді қайтарып алды өзіне. Көріп тұрсыздар ғой. Міне, ағып жатыр мына өзен. Бұл аймақтарды өзіне қаратып алды Цин әскері. Көріп тұрсыз, мына сары Цин үкіметі. Қайтадан былай көрсетейін, мынау жоңғар, мынау Цин, мынау Ресей. 1688-ге қоямын, 1688. Мына елшіліктің алдында мына жерлер жоқ еді. Көріп тұрсыздар ғой. Енді елшілік келді, Нерчинск бейбіт келісіміне қол қойды. Сөйтті де, міне 1689 жылы мына аймақтарды қайтарып беруге мәжбүр болды. Енді қараңыздар, бұл кезде қазір оны айтатын боламын, бұл тарих жалғастырып. Ресейдің тағы бір ұтылысының себебін айтайын. Мына жақта қаптаған Қытай әскері енді ғана бой көтеріп келе жатқан Сібірдегі бекіністеріне Ресейдің қауіп төндіріп жатқан кезде, одан мыңдаған шақырым қашықтықта Мәскеу сарайында Москва. Мыңдаған шақырым қашықтықта Ресейдің патша сарайында таққа талас басталған болатын. Бұл Петрдің билік басына келуінің ең алғашқы күресі болатын. Ол өзінің әпкесіне қарсы шығады, жасы 17-ге келді, бірақ тақты бермей жатыр әпкесі София. Сөйтті де енді ол өз әпкесіне қарсы шығып, арада таққа талас басталады. Мына жақта Головин бастаған Софияның патшайымның елшілігі Қытайлармен келісім жасасып жатыр. Мына жаққа таққа таласып жатыр. Головин бастаған елшілік мына Қытайға бара жатқан уақытта София патшайым тақта отырған еді ғой. Енді Петр таққа таласа жүріп, ақыры әпкесін жеңіп, Софияны жеңіп, 1689 жылы билікті өз қолына алып, әпкесі София патшайымды монастырға қамап тастайды. Өмірінің қалған уақытын былайша айтқанда әпкесі монастырда өткізеді. Осылайша Петр патша таққа келді. Бірақ Петр Иван 5-ші бауыры екеуі, Иван 5-ші екеуі билік етеді. Бірақ Иван 5-ші денсаулығына байланысты елді көп басқара алмайды. Негізгі практически билік Петрдің қолына өтеді 1689 жылы. Осылайша Петрдің билігі басталды, ал мына жақта Ресейден жерімді қайтарып алдым деп Канси өзінің жеңісін тойлап жатқан болатын. Яғни жеңіске жетті. 1689 жылы келісім бойынша Қытайлар жағынан көп адам бұл жерлерге, мына аймақтар бар ғой, жаңағы Ресейдің тартып алған жерлер, көп адам қоныстанбады. Бұл дала Ресей мен Цин империясы арасында буферлік аймақ қызметін атқарды. Бұл жерлер қаңырап бос жатты. Қытайлар бұл жерлерді көп қоныстанбады, пайдаланбады. Бірақ бұл жерлер буферлік зона ретінде, буферлік аймақ ретінде Ресей мен Қытайдың арасында шекаралық қызмет атқарды. Шекара Амур өзенінің жоғарғы ағысы арқылы өтті. Бұл император Кансидің дипломатиялық және әскери жеңісі еді. Елшілікті бастап келген Головин дипломат ретінде тәжірибесі аз болды. Бұл келіссөздердің Қытайдың пайдасына шешілгенін байқауға болады. Головин елге қайтып оралғанда тақта өзіне бұйрық беріп елшілікті аттандырған София патшайым емес, яғни Головин елшілігінің басына София патшайым бұйрық беріп аттандырған еді ғой Қытайларға. Енді ол елшіліктен қайтып оралған кезде еліне тақта бірінші Петр отыр, ал
өзіне бұйрық берген София патшайым монастырда қамалып жатқан болатын. Осылайша Головин мен Петрдің арасында оның алдында да жақсы байланыс болды. Петрдің кейіннен еуропалық елдерге ұқсағысы келіп, еуропалықтарша киіндіріп, халқының сақал мұрты өсіп кеткен халқының сақал мұртын қыруға, сақалын қырқуға тапсырма беретіні бар ғой, реформасы Петрдің. Бұл күлкілі тарих емес ешқандай, бірақ шынында да ол кезге дейінгі орыс халқының сақалдары сондай қауғадай өсіп жүретін болған. Сон сақалын қырқуға тапсырма береді. Осы Головин дейтін адам осы боярлардың ішінде ең біріншілердің бірі болып өзінің сақалын қырған болатын. Сөйтіп еуропалықтарша өмір сүріп, реформалар басталады. Елде Головин мен Петрдің арасында жақсы байланыс орнайды. Кейіннен бұл дипломатиялық дәрежесі өсіп қана қоймай, сарайдағы ең ықпалды адамдардың біріне айналады. Петрдің Еуропаға баратын әйгілі елшілігінің де құрамында жүреді. Сонымен Петр таққа отырды. Мына жақта Канци жеңіске жетті. Не үшін мына жерлер үшін таласы дейсіздер ғой, енді бостан босқа жатты бұл жерлерден бағындырғанына. Кейінде қытайлар бұл жерлерге көп қоныстанбады, игермеді бұл жерлер. Тек орыстардың Албазин бекінісі бар ғой, мына Албазин бекінісі. Қайда? Мына Албазин бекінісін қиратып тастауға тапсырма береді қытайлар. Келісім бойынша орыстар бұл бекіністі тастап кетіп қалады кейіннен. Осы келісімге сәйкес. Бірақ не үшін дейсіз ғой? Өйткені бұл жерлер Канци үшін өте маңызды болды. Неге десеңіз, бұл біріншіден Ресеймен арадағы кімнің мықты екенін анықтағысы келген бір шайқас. Бірінші себеп десек, екінші себеп Ресей мен Қытайдың арасында шекараны орнату керек болды. Өйткені үст-үстіне келіп жатты Ресейдің әскерлері бұл аймақтарға қоныстанып. Үшіншіден дейміз бе, әлде ең маңызды себебі дейміз бе, бұл жерлер мына Канцидің, біз айтып отырған елді 61 жыл бойы басқарған императордың арғы бабалары, яғни Нурхаци, Абахай, Фулин, өзінің әкесі, оның арғы бабалары осы манчжурлар осы аймақтарда мекендеген болатын. Сол үшін бұл аймақты, мына таяу шығысты, қиыр шығысты Приморье жерлерін манчжурлар Қытайды басып алғаннан кейін де киелі жер деп атады мына аймақтарды. Осы аймақтарда Уссури аймағы, Сунгари жерлері, яғни бұл жерлерді кезінде осы Цин мемлекетін құрған билеушілердің арғы бабалары осы жерлерде билік еткен болатын, өмір сүрген болатын манчжур тайпалары. Қараңыздар, кейінгі шегірен тарихты 1689-да тұр ғой мынау қазір. Енді 1589-ға қойын бірден. 1589. Мына қараңыздар. Монғолдар, Ресей мына жақта жатыр, мен әскері, ал мына жақта қараңыздар. Мынау жаңағы манчжур, үлкен Цин империясы басталған жерлердің бірі. Көріп тұрсыздар ғой. Нурхаци, Айсин, Гиоро. Міне осы аймақтардан басталған болатын. Енді бірден 1689-ға қойым. Мынау кішкентай аймақ қой. Енді бүкіл Қытайды жаулап алып, тіпті Ресейдің өзін жеңген Цин империясы. Қараңыздар. Міне Цин империясы, міне Ресей. Міне жоңғар, қазақтар. Осылайша бұл шайқаста Ресей жеңілді. Петр патша әрине билікке келді. Ол өзінің шығыстағы саясатынан бас тартқан жоқ, әрмен қарай жалғаса берді. Отарлау тіпті Алеут аралдарына келді. Орыстар сөйтті де, мына Аляска жерінде алғашқы орыстың отарлары пайда болды кейіннен. Сонымен Цин империясы мен Ресейдің арасындағы алғашқы қақтығыстың жалпы тарихы осындай.